Қазақ айтады, көзден кеткен көңілден кетеді. Осы мағына жайында бір хадисті естіген, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір адаммен кездеседі өмірінде. Сол адам арасында екеуі ара өте жақсы бір қатынас болады, бірақ бір сәт қана болады. Содан кейін ол заманда енді қатынас жоқ қой қазіргідей мүмкіндіктері. Ол кісі басқа жақта тұрады екен, бір алыс жерде тұра ма, соған көп жылдар өтеді. Ол кісімен бір-ақ рет қана кездескен адаммен Алланың елшісі Алла тағаланың қалауымен қайтадан кездеседі екен. Сол кездескен кезде көп жылдар өткеннен кейін ол адамды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұмытпайды, кешегідей сол қатынасқан адам сияқты ұмытпайды екен. Сол сүйіспеншілік, баяғы сүйіспеншілік. Бізде қазіргі заманда көп мүмкіндіктерді Алла тағала берді. Адамдармен қатынасуға, бір-бірін ұмытпауға, осы әлеуметтік желілер, оны жақсы білесіздер, сол қолданып, осындай сауап істерге қолдануға болады. Тағы да осы тақырыпқа байланысты бір хадисті есімізге түсірейік. Ол хадисте бір адам екінші мұсылман адамға, досына барып зиярат етуге барады екен. Соған амандығын білейін, амандасайын сол бауырыммен, сол досыммен. Жолда Алла тағала періштеге айтады, сұра, не үшін бара жатыр, қандай мақсатпен. Періште алейхиссалам сұрайды, сен не үшін бара жатсың? Бір пайдам бар ма ол адамда? Бір қажет үшін бара жатсың ба? Сонда ол мұсылман айтады, жоқ, ешқандай қажетім жоқ, жай ғана амандығын білуге, жай ғана амандасу досыммен. Сол кезде періште, егерді шын айтсан олай, онда саған осынша сауап деп бұйырған екен. Соған сүйінші саған, қуан, осында үлкен сауапқа ие болдың. Енді мынау қазіргі кезде қоңырау шалу, бір нәрсе хат жазу, немен әлеуметтік желімен амандасу, қазақ айтады әдемі сөз амандасу. Ол жерде амандасу сөзінде сәлем беру да бар, және хал жағдайында сұрау да бар. Не болып жатсың, қалай жағдайың қалай деп арасына біліп, соны еске салып ұмытпау үшін. Кей кезде мынау бір WhatsApp-та егерде сондай қолданған кезде кейбір адамдар болады жағдай, кездесетін жағдай. Өз басында соны түсініп, осылай басқаша істеу керек. Ол несінде, аватарында не жоқ, не суреті жоқ, не аты жазылмаған. Сосын адам ойлап тұрады, кім екен жіберген бұл хатты. Сол кезде егерде біреуге амандасып зиярат етсек, сол кезде уақытша болса да, егер фото қойғысы келмеген адам, сол кезде ол фотоны қойып, атын жазып, өйткені ол адам мүмкін сізді ұмытқан шығар. Осылай еске салып, осындай сауаптан да құр қалмайық. Өйткені ертең басқа да сөздерде, хадистерде айтылады, көп дос бауыр болған қияметте пайдасы көп болады. Қиямет күнінде бір-біріне шапағат етеді, бір-бірі үшін болысады. Мумин адамдар бір-бірі үшін болысады екен. Осындай сүйіспеншіліктің жоғалмаған, ұмытылмаған сүйіспеншіліктің ақирет күнде пайдасы зор, мол.